Уақыттық сапарға шақырады жол алға. Ораламыз қуанып, достар қосып қатарға. Мен жаңа достар іздесем, қарсымыздан тепкішпек шықты ғой. Мұның аяғы ешқашан тыным таппайды. Менің аяқтарымды көрдің бе? Бәрін теуіп шыныққан. Тебетін не бар? Аспанда күндіз күн бар, түнде ай тұрады, соларды тепсеңші. Аспанға аяғым жетпейді ғой. Жерден тебетін бірдеңе көрсетші. Бір тепкенде быт-шытын шығарайын. Мына мықты аяқтарыммен. Жерде сен теппеген ештеңе қалмады ғой, қазір ойланайын. Сен менің досым емессің бе? Тезірек ойланшы. Тез дейсің бе? Неге тез ойлануым керек? Менің аяғым теуіп жіберетін бірдеңе іздеп тұр. Әйтпесе жаным жай табар емес. Мынадай мықты аяқтар тыныш тұра ма? Тебе тұғын айқаттай, тебе тұғын байқатпай, тепкішпектің аяғы тұр ғой, міне жай таппай. Таптым, тепкішпек, ойланып едім, сен үшін тез тауып бердім. Алай, мен не тебейін? Сен тауға шығасың, тауда аңшылардың қасқырға құрған қақпаны болады. Барасың да соны бір тебесің. Ей, онда өзім қақпанға түсіп қалмаймын ба? Сен енді ешкімнен, ештеңеден қорықпай бәрін тебе беретін тепкішпек емессің бе? Қасқырдың қақпаны тіпті жіліншігімді сындырып жіберетін шығар. Сен өзің ғой менің аяқтарым шыныққан, ешқашан ауырмайды деп мақтанған. Мен сені дос екен деп жүрсем, енді дос болмайым. Сен ешкімге соқтықпай, ештеңені теппей тыныш жүр, сонда қайта достасасың. Сөйтейін бе? Сәлеметсің бе, кіруге бола ма? Сәлеметсің бе? Кіргенде қандай? Алтай халқы сапарда жүрген адамды ашық қабақпен қарсы алады. Жоғары шық. Мен қазақ жерінде тұратын түрлі ұлттардың мәдениетімен танысып жүрмін. Бүгін кезек Алтай ұлтына келіп еді. Саған Алтай ұлтын барынша таныстыра алам. Менің атым Санабай. Алтайлықпын. Өте жақсы. Санабай деген атын қазақшада түсінікті сияқты. Оның рас, қазақ пен Алтай ұлттары бір-бірімен туыстас. Тілдері өте ұқсайды. Сенің атыңда ақылы көп болсын деп қойған ғой шамасы. Дәл айтасың. Әжем осылай ырымдаған екен. Мен ол кісінің үмітін ақтауға тырысам. Алтай ұлты аты айтып тұрғандай Алтай тауларын мекендеп келген ғой. Алтай тауы біздің ұлтымыздың алтын бесігі. Соның қойнауында өсіп өнгенбіз. Алтайдың батысын қазақтар мекен еткендіктен біздің халық өте тығыз орналасқан. Алтай халықтарының қандай дәстүрлерін айта аласың, Санабай досым? Біздің дәстүр салтымызда осы өзіміздің алтын бесігіміз Алтайды аялаудан шыққан. Соның бірімен жақынырақ таныстыршы мені. Жарайды досым, онда жақсылап көріп ал. Саған көктемгі және күзгі бір мерекесі туралы айтам. Бір деген не? Алтайда ағаштың жапырағы бір дейді. Енді түсіндім, қазақта да бір деген сөз бар. Жапырақ алғаш шыққанда бір жарды деп жатады. Бірдің не екені түсінікті болса, онда соған арналған салтымызға көңіл аударшы досым. Алтайлықтардың өмірі үнемі тауда өтеді. Бұл жақта қар қалың түседі. Балалар қарлы қыста кепкен терге отырып таулардан сырғанақ тебеді. Қар еріп көктем шығар кезде бүкіл Алтайда жасыл бір атты той өтеді. Оған дайындалған алтайлықтар ұлттық киімдерін киеді. Қазанға қыстан қалған суреттерін асады. Бұл күні әрбір үй шүлен тартуға, яғни өздерінің сандыққа сақталған бір затын, жақсы киімін басқаларға сыйға береді. Ол қыстан жанымыз аман қалды деген қуаныштың белгісі. Шүлен тартылса, оның орнына жаңа табыс түсіп, береке келеді деп саналады. Осылай лайықты қарсы алынған көктемнен кейін алтайлықтар келесі қысқа дайындала бастайды. Мал үшін шөп шабады. Асау жылқыны үйретеді. Бұғыны соны жайылымға шығарады. Оның мүйізін кеседі. Аралардың омартасын гүл көп өсетін бөктерлерге апарып, бал жинауға кіріседі. Сонымен жаз өтіп, қысқа жақын уақыт қалғанда сары бір тойы өтеді. Ол арқылы алтайлықтар берекелі болған жазға өз ризалықтарын білдіреді. Семіз малды сойып, оның ішегінен дәмді шұжық жасап, баршаны қонақ етеді. Жасыл бір мен сары бір мерекелері балалар үшін өте көңілді. Олар әрбір үйден тәтті дәмдіге тойып, өз өнерлерін көрсетеді. Жасыл бір мен сары бір мерекелері маған да ұнады, Санабай. Бұл мерекелер кезінде біздің ұлтымыздың әншілері көмейден ән айтады. Ол да бүкіл әлемге әйгілі өнер. Көмейден ән айтуды Алтай тілінде қалай дейді? Оны біздің тілде кай дейді. Оны айтушы өте терең тебіреніп барып айтады досым. Сонда Санабай,
Кайдың мазмұны қандай болады? Кайдың мазмұны ел мен Алтайды қорғаған батырлардың ерліктері айтылады. Алтайлықтар бір кайды қанша уақыт көмеймен айталады? Менің естуімше, бірнеше күн мен түн бойы талмай жырлаған әншілер болған. Алтайлық балалардың ойындары көп пе? Ойын түрлері өте көп. Айталық балалар шалма тастап жарысады. Шалманы қайда тастайды? Бұғының мүйізі сияқты бұтақтары арбиған ағашқа арқан тастайды. Маған тағы қандай ойынды көрсетесің, Санабай? Таяқ тарту деген ойынды тамашала онда, досым. Алтайлық балалардың қыста сырғанақ тебуден, жазда шалма тастаудан басқа да ойындары көп. Мұнда балалар бір-бірін арқалап алып аударыспақ ойнайды. Сол сияқты жасырынбақтың түрі көп. Ал кімнің күшті екенін анықтауда таяқ тарту деп аталатын ойынның жөні бөлек. Ол үшін тақыр жерге тік сызық сызылады. Ұзындығы бір құлаштай. Қураған анау-мынауға сына қоймайтын таяқта келеді. Ойынға қатысатын екі бала сызықтың тура екі шетіне келіп отырады. Олардың табандары тура сызық үстінде бір-біріне түйісуі керек. Содан кейін тура сол сызық үстіне төреші таяқты қояды. Екі ойыншы екі жақтан таяқтап, мықтап ұстаған соң оны тартуға белгі беріледі. Тартыс кезінде бір сызықтан бері қарай тартып алса, сол жеңген болып саналады. Таяқ тартыс балаларды білек күші мен шыдамдылыққа баулайды. Осылай кезек-кезек тартыс кезінде жеңілгендер ойыннан шыға береді. Ақырында кімнің білек күші көп, сол анықталып бәйгені жеңіп алады. Санабай, рахмет. Таяқ тартысты біз де өз аулымызда ойнайтын боламыз. Досым, Алтай халқының өмірінен тағы нені білгің келеді? Мен енді дастарханға қоятын ұлттық тағаммен таныссам деймін. Өтінішіңді орындаймын. Негізінен қазақ пен алтайлықтар мал баққан халықтар болғандықтан, ет тағамдары мен сусындары ұқсас. Солай ма? Біз де қымыз бен айран ішеміз, қазы қарта, жал жая жейміз. Сондықтан саған көче аталатын тағамды түсіндірейін. Ол қазақша көже деген сөз ғой. Ал көче қалай пісет, жақсылап көріп ал. Алтайлықтар табиғаттың қатал жағдайында жылқы мен бұғы бағады. Олар күні бойы немесе түнделетіп үйге келмей, мал соңында жүретін. Сол себепті бойға қуатты көп беретін ұзақ уақыт қарын ашырмайтын тамақ ішулері керек. Ұлттық тағамның бірі болып табылатын көченің құнары өте көп. Өйткені ол арпадан әзірленеді. Алтын күміс тас екен, арпа бидай ас екен демекші, бұл халық арпаның пайдасын түсінген. Алдымен етті кесек етіп турап алып, бір сағаттай қайнатады. Тұзын келтіріп көбігін алады. Содан соң сорпаға қажет мөлшерде жуылып, түптелген арпаны тастайды. Енді анда-санда қазанның қақпағын ашып араластырып отыру керек. Керек болса аздап туралған пияз қосылады. Арпа сорпаны бойына сіңіріп, біртіндеп жарыла бастады. Араластыру сонда да тоқтамайды. Ақырында таза сорпа мен бүтін арпа қалмай, бәрі бір келкі қоймалжыңға айналуы керек. Міне сонда ғана көче дайын болады деп есептелген. Бұл көченің бір үлкен ағаш тостаған ішкен адамның күні бойы басқа тамақ іздемейтіні рас. Санабай, көче өте жағымды тағам екен. Оған көзім жетті. Ал досым, саған Алтай халқын жақсылап таныстырдым ау деймін. Алтайлықтардың қонақжай пейіліне ризамын. Кездескенше, досым Санабай. Хош бол. Сәлеметсіз бе, ағаш ата? Бүгін қарның тойыпты ғой. Қай жақтан қайттың, балам? Алтай ұлтынан шыққан досым көчеге тойғызды. Саған қай туралы түсіндірді ме? Түсіндіргенде қандай, ол көмей арқылы айтылатын ерлік пен батырлық жырлар екен. Алтай Сібір халықтарының көмей жырын бір тыңдаған жанда арман жоқ. Сенің де арманың жоқ екен, қарағым. Рахмет, ағаш ата, онда мен кеттім. Бара ғой, балам.